Енді мына тасты қараңыздар, міне пирамидада тұр, міне көрдіңіз бе? Енді мынау менің кітабымда пирамиданың мағынасын ешкім білмейді ғой. Сөз ол бар ям ада, әз шәмші патшаның бар тауы деген сөз ғой. Жаһан тарихында да айтылады. Біз Мысырға барып бірнеше Сумер тауларын жасадық. Сумер дегеніміз де сол таудың атауы. Оның бәрі менің кітабымда айтылған. Ал енді мына тасты қараңыз, міне Жарықтық Сапарбаевтардың идеясы ғой. Біздің тарихымызды міне қандай таспен бітеп тастаған орыстар. Басып тастаған деп қасына пирамиданы меңзеп қойған. Бұйыртса біз 2-3 күнде мынау орыстардың таспен бастырып тастаған бір жерін, тастарды кәдімгідей әкеліп таспен бастырып жазуларды үстінен құм сеуіп тастаған жерге апарып соның бәрін көрсететін боламыз. Армысыздар, құрметті тыңдаушылар. Қырғызды айтып біттік, енді қазақты айтайық, иә. Алдымен мынаны айтып кетейін. Жаңағы мынау Фейсбукте менен тарихи топтарда тұрам ғой, сол кейде жаңа Қайрат Зарықпанның назарына деп сол жердегі тарихпен айланысқан азаматтар деректерді шығарып жатады. Міне енді менің бұрыннан бері айтып келе жатқан мына 2 басылымында да Шұқиян кітабының айтылған сөздердің дәлелі міне шығып жатыр. Мен оны жаңа көріп жатырмын. Яғни Құрманбек Сағынбеков деген ініміз мынандай дерек көрсетеді. Немецкий философ и историк Шпенглер пишет, что урартийцы, хуриты имели туранские происхождения. В эпосе Семирама Абрам Иной имеют туранские происхождение. Еврейдің Абрам. Мен айттым ғой, Мұса пайғамбардың заманы ол Туран заманы. Урарту дегенімізді, анау Игорь Трещин деген старовер айтты ғой. Казахов древности называли белыми богами деп. Және Арарат деген, Урарту деген сөз ол қазақтың сөзі. Иә, ол ар-тау деген сөз. Яғни мына қазақтың шежіресімақтары қазір сол мына Кавказды Қап тауы деп жүр. Жоқ, ол қаз деген 2 сөзден тұрады. Қаз деген бұл жерде гусь емес, бұл жерде еркін деген сөз. Қазір соның мағынасын бәрін түсінеміз. Яғни еркін қап дейді. Свободный кап. Өйткені ана Қап тауы шабуыл жасалып, ол жаулар жаңағы алғаннан кейін, жаулап алғаннан кейін біздің аталарымыз бір бөлігі шығысқа Қарертіске кетті, екінші бөлігі Қапқазға кетті. Және де еврей дегенде сол Қапқаз арқылы ары қарай Иран арқылы сол Палестинаға жеткен болса керек. Тек қана тау еврейлері қайтадан қайтып кеп, осы біздің жер үйікті іздеп келіп, сол Кавказда Құба деген жерге тоқтап, бір жерге тоқтап, сол жерде Құба атап, сол жаңағы жер үйік деген осы деп қалып қалған болса керек. Жаңағы тау еврейлері. Менің ойымша мына Хазарлар, қарайымдардың солар юдаизмде болды дейді. Сол мен ойлаймын, олар тау еврейлері болған болса керек. Және де олардың қолында қыпшақ тіліндегі жаңағы Библия болған айтқан едік. Міне сондықтан Арарат тауында кеме қалды деген әңгіме сол ар-тау, сол жерұйықтың атауы болғандықтан, Қазығұрттың, бірінші Қазығұрттың бір атауы болғандықтан солай айтылып кеткен. А негізінде ол жақта ешқандай да Нұх пайғамбардың кемесі қалған жоқ. Нұх пайғамбардың кемесі сол жерұйықтан шыққанда Қазығы, екінші Қазығұртқа келіп тоқтаған. Оны біз сіздерге талай рет айттық. Енді мына қазақ деген этнонимға қатысты айтайық. Біз енді кезінде жаздықта айтып отырмыз. Яғни мына слово полку Игореваны ең алғаш талдаған Олжас Сүлейменов қой. Содан кейін мен талдап отырмын бұл қазақты, иә. Яғни ол жерде Дети Сима деген, Ләз Шәмшір патшаның атауы, Туры деген, және Гуси Лебеди деген, сол қаз ақ деген сөз, Гусь Лебед деген сөз. Өйткені сол заманда, ол заманда күллі орыс біздің тілде сөйлеп жүрген. Ал енді орта ғасырда знание кыпчакского языка является признаком хорошего тона деп айтылған. Енді Мұрат Аджи болса, русский язык без кыпчакских элементов просто невозможен деп. Иә,
орыс тілінің 80%, 78-80% біздің сөздер екенін мен үнемі айтып келе жатырмын. Яғни олар не болмаса әдейі қазақ дегенді бұрмалап жіберді. Не болмаса қазақ дегенді олар солай түсінді де, қазақ деген гусь лебед деген сөзді сол орысша аударып гусь лебед деп қазақтарды айтқан. Оның бір дәлелі сол слово полку Игореведе кейбір сөздер бар. Яғни сол слово полку Игореведе Игорь жасағы туралы сөз эпосында пред полками Косожскими деген сөз. Косок деген касо, оның бәрі қазақ деген сөз. Сондықтан біз енді мысалы Тамириске қатысты да қазір айтатын боламыз. Тамирис Тұмар Қаншайым ол таза қазақтың қызы. Оны қазір дәлел келтіреміз. Яғни Шыңғыс хан да, Ақсақ Темір да, Мамай да, Задонщинада айтады ғой. За рекой гуси загоготали, это не гуси были, а поганые полчища Мамая деп. Яғни өзеннің ар жағынан қазақтардың ұрандары естілді деген сөз. Көрдіңіз, олардың бәрі қазақ болған. Соның бәрін айтатын боламыз, және қазақ деген этнонимға қатысты түсініктерімізді айтамыз. Міне кеңес дәуірінің өзінде Айтым Абдрахманов деген Қазақстан этнотопонимикасы еңбегін жазған, Мұсабаев деген профессор жетекшілік еткен. Бұл кісілер енді әрине қылышынан қаны тамып тұрған кеңес үкіметі кезінде қазақ туралы көп нәрсені айта алмады. Бірақ осы жерде ең алғашқы, ең көне аңыз келтіріледі. Ол, яғни Ижинишинудың 17 ұлының біреуі аққуға айланып кетті дейді. Және ол Цигу деген жерде болды дейді. Цигу дегенді сол кездің надан ғалымдары қырғыз деген сөздің бұрмалануы дейді. Ол саға деген, сағалайтын жер ғой, айттық қой. Саға деген сөз, ол қырғыздың аққуға еш қатысы жоқ. Ол аққу қырғыздың төтем емес. Көрдіңіздер ме? Міне сол аққу дегеніміз, аққу қаз дегеніміз, қазақ дегеніміз сол жаңағы гуси лебеди деген сөз болса керек деп біз отырмыз. Өйткені Алаш тарихи зерттеу орталығының ғұлама тарихшылары қазақ этнонимына қатысты бірталай зерттеулерді келтіргенде көптеген атауларды жаңағы сол қазақ деген, қазғақ деген, қайсақ деген, хассақ деген соның бәрін жаңағы зерттеп шығып, нақты ортақ пікірге келе алмаған. Алаш тарихи зерттеу орталығының 21 ғалымы. Алайда бұл жерде қаз деген сөз, бастапқы сөз, енді арабтар қазақтарды атақ қойған деген де сөз бар ғой жаңағы. Мыналар тізілген бір қаз ақ екен деп қазақтың керуен көшін көрген кезде. Көрдіңіздер ме? Бірақ мәселе олай емес. Мәселе сол Қазақстан этнотопонимикасындағы ең алғашқы айтылған аққуға айналды деген сөзде жатыр. Көрдіңіздер ме? Біз қазір Жақфар тарихынан да мысал келтіреміз. Және де ежелгі мына тіпті Велесова книга дедік қой, мына Велесова книга бар. Осы жерде айтылған жаңағы мынау біздің кәдімгі Яғайлы хан деген авторы дейді. Яғайла дегеніміз сол жаңағы не болмаса жақ айлы деген сөз жаңағы. Ай, толған ай тұрған жақ деп якуттар айтады ғой. Наши предки пришли оттуда, где луна никогда не бывает ущербной. Өйткені толған ай елі дегеніміз сол жаңағы жер ұйықтағы ай не болмаса ноқой, нақ ай солар болады. Яғайлы қан дейді. Қан дегеніміз сол қаңлы деген сөз болса керек деп айтқан едік. Міне Жақфар тарихында да ол жөнінде айтылады. Соның бәрін қазір сіздерге оқып береміз. Ал жалпы міне қараңыздар. Міне ежелде аққу қазды басына киіп, мынау қазақтың қыздарының сәукелесіне ұқсайды. Көрдіңіздер ме? Бұл қазақ. Қайсақ деген сөз таза ғана қазақтардың сақтар екенін білдіріп тұр. Міне кейінгі міне Біржан Сал фильмінде аққудың терісін жабылып алады. Көрдіңіздер ме? Міне мынау енді громовержец деп
жайшы дейді. Жайшы ол тек қана яфет. Мынау міне жаңбыршы жаппас дейді қазақта. Көрдіңіз бе, басында қаз қонып отыр. Және де міне со Досанов, мынау жаңағы Тайна Руникинің авторы. Әрине бұның екінші том әлі шыққан жоқ, сондықтан мен толығырақ бұл Тайна Руникиға қатысты, Досановқа қатысты толығырақ кейін екінші томы қолыма тигенде айтатын боламын. Мына жерде де міне қаз тұр. Көрдіңіздер ме? Және де бұны Досанов былай деп түсіндіреді. Внутрикруговая лучевой звезды составлена из вертикального диагональных крестов, изображена небесная птица Матерь Сва. По рунной концепции она же қазақ ұмай дейді. Көрдіңіздер ме? Қазақ. Аққу дегенімізді ертеде қазақ деп айтқан болса керек. Енді өткенде орыс тілінде айтты. Мансұр деген жаңағы дәруш басына аққудың терісін жамылып ел аралап кетіп қалған дейді. Бұл Мансұрдың түбін о жерде Шоқан жазбаған. Мансұр негізі Қоңырат болады. Қоңыраттан болады. Мансұр деген. Сонан кейін тағы қазақтың бір аңызында айтады. Көкесекке мініп аққудың терісін жабылған біреу келіп жаңағы ханның алдына, ханның қойған сұрағына жауап беріп, екі есе ханның жаңа уәде еткен сыйлығынан екі есе қылып бересің деп айтқан дейді. Яғни басына аққудың терісін жамылған ол тек қана біздің қазақтар. Сол жаңағы ежелгі неде айтылған, ежелгі мифте, ең алғашқы мифтерде аққуға айланып кетті дегеніміз міне осы қазақтардың атауы болады. Енді аққуды айтайық. Аққу дегеніміз ар қазақ мифологиясының авторы Серікбол Қондыбай айтқандай, ол төрелік, аққу құстың төресі дейді ғой. Бұл билеуші әулеттің, патшалық әулеттің әспеті болған ежелде, өте ежелгі мифологияда. Енді ар қазақ мифологиясын қазір орыс тіліне Қырымбек Көшербаев аударып берді. Қазір енді ағылшын тіліне және де түрік тіліне аударылған екен. Көрдіңіздер ме? Ол енді мен ар қазақ мифологиясына қатысты сол кітапты алып келіп, тағы да көптеген сіздерге айтып берермін. Алайда расында да аққу дегеніміз ол аристократический род дейді, патшалық әулеттің, ақсүйек әулеттің символы болады. Көрдіңіз, аққу өте таза, өте пәк, әппақ болғандықтан жаңағы аққуды суда көрсеңіздер жаңағы сілкініп, шомылып, жаңағы қайта-қайта үстін түрткілеп тазаланып отыратын болғандықтан ежелде аққуды сол патшалық әулетті аққу әулеті деп атап кеткен болса керек. Ал енді осыған қатысты қазақтардың қайсақ аталуы, патшалық сақ деген сөз. Қай дегеніміз патша, ең алғашқы патша қай қобат, яғни патша құба ата деген сөз. Оны алпамыс жырында кей қуат деп айтқан едік. Яғни қазақтар жаңағы бастарына аққу киіп, бұлар аққу елі, аққудың ұрпағымыз деп жүргендіктен бұл жаңағы аққу дегеніміз патша әулетінің әспеті болғандықтан символы, бұларды кейін қайсақ деп атап кетуі мүмкін. Және де алаш тарихи зерттеу орталығының ғалымдары қазғақ деген сөзді ден ғ әрпі түсіп қалып қазақ болған ба деп ойлайды. Бұл жерде де қаз сөзі бар, өйткені еркін егеменді қазақ айтып қаз тұрды дейді. Бала өз еркімен жаңа еш нәрседен ұстамай тұра қалғанда қаз дейтіні, ол да бәрі аққу қазға қатысты айтылған. Оның себебі енді мен өзімнің көргенімді айтайын. Мына Каспий теңізінен аққулар кейде қатты толқын болғанда аққулар жағаға шығып, тіпті аялдаманың ішіне кіріп адамдармен бірге тұрады. Сол кезде мен қараған кезде расында да аққу деген суда енді ол өзінің жаңағы стихиясы ғой, суда еркін, бір керемет әдемі болады. Ал енді шығып тұрғанда құлақ балатын сияқты көрінеді, өйткені олардың аяғы мына гуси үйдегі қаздардан ұзынырақ болады да. Сонда қаз тұрды деген сөз, қаз деген осыған қатысты айтылған болса керек. Сонда қазғақ дегеніміз емін еркін өзмен тұрған деген сөз болуы мүмкін. Солай және де наймандардың кезінде Алтайда жүргенде қазғақ деген атаулары болған, ондай дерек бар. Оның тағы бір дәлелі найманның ұлы ханы Білгі Бұқаның құлпытасында
еліңіз үшін қазғанып деген сөз бар. Яғни еліңіз үшін бостандыққа ұмтылып деген сөз болады. Сонан кейін тағы да қаңлы, мына жапон ғалымы Ширатори, қазақтың атасы қаңлы дейді, оның дәлелі де бар. Таласбек Әсемқұлов мына Сталиннің кезінде Ираннан алынған деректерді көру үшін Гумилевпен келісіп 24 сағат құпия мұрағатта болған орыстардың кеңес үкіметі. Сонда міне қазақтардың аталарының Қоңдакер қаңлы екен айтылады. Көрдіңіздер, Қоңдакер дегеніміз қоң дах ер, треугольная земля дахов, яғни арийлердің 5 тайпасының бірі дахтар, сол қазақтардың тікелей ұрпақтары болады. Ескендір Зұлқарнайды өлтірген дахтар, дайлар қазір адай аталып жүр, солар қазақтың түп атасы болады. Содан кейін мынандай, мысалы қазақта мынандай сөз бар, қиқулап келіп шауып кетті деп. Мына америкалық үндістер де қазақтар, олардың бастарына аққудың қауырсын тағып алады мысалы. Және де олардың шабуыл жасаған, қиқулап шабуыл жасайтын біз бала кезімізде кинолардан көрдік. Енді сол қаңғы деген сөз аққудың қаңқылын айтып тұр. Мен таң қалам. Тіпті мына қазақ өркениет негізін жазған Еренғайып Омар болсын, анау Мәмбет Қойгелді болсын, өздерінше біз майталман тарихшымыз деп жүр ғой. Бұлардың бәрі қаңлы деген сөз қан сөзінен пайда болған дейді. Қан. Одан өзенді жердің қаны дей ме, қайдағы бір фантазия беріледі. Ол кәдімгі мысалы башқұрттар пәуескені қаңғы дейді екен. Оны кезінде Әбілғазылар, Шәкәрім қазылар айтып кеткен, аққудың қаңқылы деп. Ол Слово полку Игореве сол біздің қазақтардың арбалары жөнінде айтады. Скрипят телеги полу ночи, рыцари лебеди распужены дейді. Яғни жылқыны қолға үйреткен ең алғаш қазақ, және де арбаны да ойлап тапқан жасаған қазақ, және арбаны да ең алғаш дөңгелектердің сықырлағанын аққудың қаңқылында естілгендіктен солай деп орыстар сол біздің аталарымыздың қазақтардың арбаларын қаңқылдаған рыцари лебеди распужены, үркіген аққулардай арбалары қаңқылдайды деп айтқан болады. Көрдіңіздер ме? Ешқандай қан, анау мынау, канал деген сөзден болған дейді. Ол бәрі жай қиял фантазияға беріліп айтылған әңгімелер болады. Ана орыс тілінде айттым ба, есімде жоқ. Ең алғашқы таңбалы тастағы сурет, ең алғашқы арбаның дөңгелегі киіз үйдің шаңырағындай болып жасалған. Міне қаңғы дегеніміз пәуеске дейді. Казачья двуколка деп орыстар моңғолдардың деген құпия шежірені аударғанда казачья двуколка дейді. Оны мен алдында айтқанда қазақ терген деген қазақтың арбасы Шыңғысханға дейінгі замандарда болған. Міне құрметті ағайын, қазақ деген этнониміміз сол гуси лебеди, яғни ақсүйек әулет, қайсақ, осыған қатысты айтылған болса керек. Қайсақ деген патшалық сақ дегеніміз Геродоттардың айтқанында құдайдан ноқта түскен дейді, ноқтаға ие болғандар патшалық сақтар дейді. Міне Юджигушан патшалығы бұл тұрандықтардың ең соңғы мемлекеті, бұл қазақтың мемлекеті, адай қосай мемлекеті. Міне осы жерде көріп тұрсыздар, олардың әдеті бойынша бір жағында патшаның суреті, екінші жағында құдай. Мынау құдайдың суреті, қолында ноқта, ноқтаны лақтырғай тұрғаны көрініп тұр. Тұран заманы екен, міне тұр дегеніміз бұқа ғой. Міне бұқа бұл жерде көрсетілген. Және де мен Фейсбуктен сұраған едім, бірақ бұның бір құпиясын әлі ашармыз. Мынандай бір түскен болса керек. Үстінде ғайыптың көк құсы, мұңалдың таңбасы, астында міне үш қиян, ортасында көз, үш қыз тұрса үш қиянның әспеті. Бұны әлі біз зерттей жатамыз. Яғни қазақ деген этноним аққу қазға тікелей байланысы бар деп мен ойлаймын. Кейінгі қайсақ, хасақ дегеніміз, истина ариис дегеніміз сөз нағыз иман жүзді деп. Мына Авестада айтылған қанға қамалында тек қана иман жүзді адамдар жиналған дейді. Сондықтан Серікбол Қондыбай өте дұрыс айтқан, қазақтың тарихы қанқадан басталады дейді. Біздің есептеуіміз бойынша мына Велесова кітабында 202 тумені дейді, 20 мың жыл. Біздің есептеуіміз бойынша 23 мың жыл бұрын
қазақ болған. Яғни сақ дегеніміз ол кәдімгі қазақ. Оған ешбір күмән болмасын. Ешкім бұны ешқашан жоққа да шығара алмайды. Қазақтың ең басты төтемі осы аққу болады. Және де бір қуанышты әңгіме, енді мен теледидар көруге уақытым жоқ қой, бірақ көлікте жүргенде радио тыңдап отырам. Сонда айтып жатыр, Тоқаев айтты дейді, қазақтардың қазір төлқұжатына барыстың суретін салатын боламыз деп. Міне кезінде Марал Томпиевті мен айттым ғой, міне көрдіңіздер ме? Қазақты барыс қылып қойған, қалмақты қасқыр қылып қойған көкбөрі. Көкбөрі қызтекелердің төтемі. Мен айтқан талай сіздерге. Міне сондықтан міне біздің тарихымыз ақырын қалпына келіп жатыр деген. Енді қазір мына Жақфар тарихына қатысты деректерді айтайық. Сол жерде Томиристің таза қазақ екенін қазір мен сіздерге айтып беремін. Тұмар қаншайым. Тұмар дегеніміз сол жер тұмар, біздің жер үйік екенін білесіздер. Еділ бұлғарларының Жақфар тарихына қатысты мен мына Земля обетованная орыс тіліндегі 2-ші басылымында біз толығырақ Жақфар тарихы туралы жазып кеткен едік. Соны оқып берейін. Жақфар тарихы – важнейший исторический источник волжских булгар. В 1977-1997 годах большая группа ученых, 6 академиков, более 20 докторов и кандидатов наук из 10 стран провели научную экспертизу этого источника. Итоги экспертизы Жақфар тарихы – один из самых надежных исторических источников. Міне осы исторический источник, ол тарихи деректе былай деп айтылады. Но булгары, подчинявшиеся кайсакам, то есть карамазгутам, примкнули к Булюмару при поднятии им родного асского стяга Бараджа в виде войлочного шара красного цвета с пучком разноцветных лент над ним. Мазгут – это массагеті дейді. Ал Томиристің массагеттен болғанын білесіздер. Массагеттердің кайсак, яғни қазақ екені айтылған. Здешние карамазгуты, которые их называли также сакаланами, саками-аланами, они же кайсаки, также и казахи. Ол кезде қазақ деген қияты жоқ, казаки дейді. Орыс қазақтар емес, орыс қазақтары алтын ордадан кейін пайда болған. Көрдіңіздер ме? Яғни қарамасут дегеніміз ежелгі, күшті, мықты массагет деген сөз. Көрдіңіздер ме? Массагет деген масса және гет. Гректердің тілі алып қамал деген сөз. Кет, гете, готи, ямаготи деп аталған. Оны біз талай айттық. Ол жаңағы қамал деген сөз. Және де бір мынандай қызықтар бар міне. Мына башқырлар жөнінде. Здесь он был радушно встречен народами враждебно вождем башкир Чермышем, считавшим своим предком лебеда и желавшим, чтобы башкиры поклонялись именно лебеду. Башқұртта өте көп қазақтар. Тама да бар, Жағалбайлы да бар, Найман да бар о жерде. Алшындар да бар. Сондықтан міне бұлардың да төтемі бізға ең жақындардың бірі сол башқұрттар болатын, қарақалпақтармен бірге. Енді мынандай, мына қыпшақ қырғыздар жөнінде былай деп айтады. Кыргызская речь звучит грубо из-за влияния речи китайских тюрков. Китайских тюрков деген қарағатайды айтады. Ал енді Мұхтархан Оразбай әкелген бір деректе Қытайдан шежіреде Ақшолпаннан қырғыз қарағатай дейді. Екеуінің бір халық екенін айтты. Ақшолпан дегеніміз әйелдің аты, яғни қырық қыз дегеніміздің бір дәлелін айтуға болады. Ал енді мынау Найманның арасындағы бір өтірік тарихшылар Найманның түбі қарағатай дейді. Қарағатай жөнінде былай деп айтылған. Покорившиеся ему китайские тюрки, они же кидани, жившие на границе с Китаем, ели полусырое мясо и никогда не мылись в воде, ибо происходили они от волка Чина. Міне, қасқырға табыну осыларда да болған. Они никогда не сближались с Китаями из-за брезгливости. Біздің аталарымыз, яғни мына Қарақытайға мүлде жоламаған дейді. Бұлар оның үстіне доңыздың етін жеген, шарап ішкен, ол үшін жаңағы дұрыс халық болмаған. Сондықтан Найманның түбі ешқандай да Қытай емес, Қарақытай емес, Найманның түбі Исседондар, сақ Исседондар. Оны да бір бұйырса айтып береміз. Міне құрметті ағайын, қазақ дегеніміздің
кім екенін түсіндіңіздер, иә. Сондықтан мына Алаш тарихи зерттеу орталығы үлкен ғылыми еңбек жасалған. Жалпы айта кету керек, 30 жыл егемендігіміз алғанда сол Алаш тарихи зерттеу орталығының қазақ ру тайпалар тарихы атты ғұлама еңбек, қазақ өркениетінің негізі атты Еренғайып Омардың еңбегі, арғы қазақ мифологиясы атты Серікбол Қондыбайдың теңдесі жоқ еңбегі, Зира Наурызбаеваның Вечный небо казахов сол еңбегі, және де менің жазған, екі тілде жазған Земля обетованная, жер үш қиян, осында 5 жаңағы біздің тарихымызды айтып тұрған жаңағы көш бастап тұрған жаңағы еңбек бар. Не қырғыз, не өзбек, не түркмен, не тәжік, Орта Азия халықтан бірде біреулері бұндай еңбекті жазған емес, жаза алмайды да. Сондықтан мына екінші басылымға мен алғы сөздердің осыған пікір айтылғандардың алғы сөз соларды жазған едік. Сонда былай деп айтқан: книга Кайрата Зарабхана «Земля обетована» есть теоретический ключ к тайному знанию и к тайнам истории человечества вообще дейді. Ал сол историяның басында қазақ тұрғанын біз талай айттық. Сондықтан мен батыл түрде мир воссоздали казахи деп жаңағы айтқанымды білесіздер. Сақ дегеніміз қазақ, башқа ешкім емес. 6000 жыл казахи связаны с богами деген сөз бар. Оны енді сол кезде түсінігі бойынша алып сақтар, мықты сақтар деген сөз болса керек деп оны да түсініп кеттік. Яғни аққу қаз, қазақ этнонимінің түбірі сол қаз. Енді аққу қаз дейді, ертеде аққуды да қаз деп айтқанын оны түсінуге болады. Сондықтан міне Ақсүйек әулет құстың төресі деп Асанқайға айтқан жаңағы аққу құстың төресі деп, міне қазақ деген атауымыз осындай болады ағайын.